Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге Ағарке. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Алда көптеген рецепттермен сіздермен бөлісетін боламын. Бүгін осындай өте жұмсақ, дәмді, үлпілдек болып шығатын қаймақты бәліштің рецептісімен бөлісетін боламын. Орысша айтқанда сметанник бірден шығады. Кез келген дастарханның мәнін де, сәнін де келтіреді. Және де осы оригиналды рецептпен заказ қабылдап пісірсеңіздер де болады. Ал кеттік. Қамыры үшін ең алдымен құрғақ ингредиенттердің барлығын салып аламыз. Ол үшін осылай біріншіден ұнымызды илектен өткізіп аламыз жақсылап. Содан соң артынша разрыхлительді саламыз. Одан соң қантымызды салып, қолымызбен барлығын біркелкі болғанша араластырып шығамыз. Енді ұнды массамызға мұздатқыштан шыққан, яғни морозильниктен сары майымызды алып, осылай теркадан бәрін үйкелеп шығып, сосын біркелкі болғанша осылай қолымызбен араластырып шығамыз. Орысша айтқанда крошки болып шығу керек. Енді ұндық массамыздың ортасын осылай ашып, бір жұмыртқамызды салып, барлығы біріккенше 3-4 минуттай қамырымызды илейміз. Міне енді қамырымыз дайын болды. Дайын қамырды енді целлофановый пакетке салып, мұздатқышқа 10-15 минутқа салып қоямыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін осындай терең ыдысқа қою қаймағымызды, менде 20%, 15% да бола береді. Ыдысымызға салып алып, үстіне 4 жұмыртқа, содан соң қантымызды салып аламыз. Қантымызды салып болғаннан кейін 1 шай қасық жүгері крахмалын, яғни кукурузный крахмалды салып, одан соң артынша осылай ванилин саламыз дәмін беру үшін. Осындай венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз біркелкі болғанша. Міндетті түрде осындай венчикпен немесе вилкамен араластырып шығуымыз керек. Миксермен араластыруға болмайды, өйткені қатты сұйық болып кетіп, кейін пешімізге салған кезінде формасын ұстамай қалуы мүмкін. Осымен салмамыз дайын. Енді формасын дайындап, қамырымызды салатын боламыз. Менде форманың диаметрі 24 см. Енді қамырымызды формамыздың ішіне салып, осылай видеода көрсетілгендей қолымызбен барлығын жан-жағын шығарып, формасын шығаратын боламыз. Яғни бортики дейді ғой, бортиктерді шығарып, қатты қалың қылмай, осылай қолымызбен жайып шығамыз. Қаймақты салмамыз көтеріліп кетпес үшін бәліштің түбін осылай вилкамен видеодағыдай істеп шығамыз. Және де бортиктерінің формасы біркелкі болып көрініп шығу үшін осылай форма келтіреміз. Осымен қаймақты салмамызды құйып аламыз да бір сілкіп жібереміз. Одан соң алдын ала қыздырылған пешке 180 градуста пешіңізге орай 30-35 минутта пісіріп аламыз.
Осымен қаймақты бәлішіміз дайын. Формадан бірден шығармаңыздар. Бәлішімізді толықтай суытып, 2-3 сағатқа бөлме температурасына қойып, толықтай суығаннан кейін ғана формасынан шығарып, осылай сәндесеңіздер де болады, болмаса сол күйінше қалдырсаңыз да болады. Мен қант ұнтағымен осылай сәндеп шықтым, және де корицамен оформить еттім. Осымен қаймақты бәлішіміз дайын болды. Міндетті түрде менің рецептімен дайындап көріңіздер. Өте дәмді, жұмсақ, ал ең бастысы бірден шығатын оригиналды рецепт. Барлық дастарханның көркін, сәнін, дәмін ашатын бәліш деп сіздерге 100% айта аламын. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алда көптеген мерекелік, жаңа жылдық рецепттермен бөлісетін боламын. Астарыңыз дәмді болсын.